қарызыңыз көбейіп, уайым қайғыға салынып жүрсеңіз, мына оқиғаны жақсылап тыңдаңыз. Бір күні пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, намаздан тыс уақытта мешіттен Абу Умама деген кісіні кездестіріп қалады. Сөйтіп, ей Абу Умама, намаздан тыс уақытта мешітте не істеп жүрсің деп сұраған екен. Сонда ол кісі, уа Алланың елшісі, қарыздарым басымнан асып, уайым қайғыға салынып отырмын, қиналып жүрмін дейді. Сонда Алланың елшісі, сенің қарызыңнан құтылуға көмектесетін, уайым қайғыны кетіретін керемет бір дұғаны үйретейін дейді. Сол дұғаны таңертең және кешке үзбей оқысаң, қарызыңнан тез арада құтыласың деген екен. Ол мына дұға: уа Аллахым, уайым мен қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, қорқақтық пен сараңдықтан өзіңе сыйынамын, және қарызға батудан,